негізі адамдарға біреуді жамандап жатқан, біреуді өлтіріп жатқан, біреудің бір позорын шашып жатқан, біреудің тағы бір нәрсесі болып жатқан видеолар негізі адамдарға қатты өтеді екен, бір байқаған. Негізі менің қарапайым видеоларым негізі кем дегенде 7-8-10 жинайды. Ал кеше мысалы бір Қытайдың бір тіл орталығын ашқан туралы видео салып едім, оған бірден 30 мың, 40 мың адам сразу қаралым жинап сөйтіп қарап негатив ойларын жазып жатыр да. Біз неге сондаймыз деймін да. Жақсы бір нәрсе көрсек, көп ештеңе жаза алмаймыз. Может ішімізге, может көре алмаймыз, білмеймін. Ал біреудің бір жаман ауысыш, соны кәдімгі теріп айтып береді. Ол бізде бабаларымыздан, аталарымыздан қалыптасқан менталитет пе, әлде тәрбиені жоқты ма, қалай ойлайсыздар?